Қайырлы күн достар баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге балалық шақтың дәмін еске түсіретін өте жұмсақ әрі дәмді орешкеларды бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ең алдымен сахарная пудра, яғни қантындағы қармай, ұн, сұйық май, тұз, разрыхлитель, ванилин және жұмыртқа керек болады. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сары майымызды және оның үстінен қант ұнтағын, жұмыртқамызды қосып, барлығын венчикпен болмаса миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Жақсы араластырылып болған соң үстіне шым тұз және ванилинді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Араластырылып болған соң сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырылып болған массамыздың үстіне 53-тен өткізілген ұнымызды бірден барлығын сала салмай, бірден қосып отырып саламыз. Және ұнымыздың үстіне разрыхлитель болмаса сода менен уксусты қосып жасауға болады. Уксус пен соданың мөлшерлемесін жазып кететін боламын описанияға. Енді ұнымыздың барлығын біртіндеп салып отыра өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ең бастысы тура мөлшермен жасау керек, сонда ғана орешкеларымыз өте жақсы, идеально шығады. Осындай өте жұмсақ қамырымыз шығады және осыны 20-30 минутқа целлофанға салып, тоңазытқышқа сап қоямыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыдан шығарып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлікті 4-3 граммнан аламыз. Қамырларымызды біртіндеп дайындап отыра орешницамызды қатты қыздырып аламыз және қызған орешницаға осылай қамырымызды салып аламыз. Және тағы да айта кететін жайт, әр орешница әртүрлі уақытта пісіреді. Менікі 2-3 минутта пісіріп отырады. Сондықтан шетінен жасап алып, салып отырып пісіріп ала береміз. Дайын болған орешницаларымызды осындай шпажканың көмегіменен алып отырамыз. Ешқандай орешницаны майламаймыз, өйткені қамырдың өзі майлы, сондықтан өздерін ғана салып отырамыз. Орешкеларымыздың сырты міне дайын болды. Осылай барлығын дайындап болғаннан кейін начинкасына өзіңіздің қалауыңызша жасауыңызға болады. Яғни сгущенканы, вареный сгущенканы қоссаңыз болады, болмаса осыған жаңғақтарды қосып жасасаңыздар да болады. Енді орешкеларымыздың ішін екі жағында начинкаларын толтырып саламыз, өйткені беттестірген кезде бір-біріне нық жақсы жабысып ажырамайтындай болуы керек. Видеода көрсетілгендей начинкаларымызды орешкеларымызға толтыра отырып, барлығын осылай жасап шығамыз. Орешкеміздің тестасы песочный болғандықтан
қытырлақ болып шығады бірінші кезде, кейін бір тәулік өткеннен кейін дәмі де тестасы да өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер, заказға да жасасаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазғандарыңыз үшін рахмет. Жасап көріңіздер, ас болсын.